самға құпиян ашып бар әлемге. Питер Пен. Қиялмен биікке самға құпиян ашып бар әлемге. Қиялмен биікке самға құпиян ашып бар әлемге. Бәрін алтынға айналдыру. Кеш қалдың, капитан Масл. Мен бар әлемді талқандамақпын. Осыдан ақ жалығып кеттім. Джон, не болды? Неміз солай, футбол тобына тағы да ең соңынан таңдалдым. Әлсіз болу жүйкеме тиіп бітті. Иә, мен секілді мықты бола алмайсыңдар. Питер! Сағымдар еліне саяхаттасаң, көңілін көтерілетін сеземін. Жоқ, рахмет. Бір нәрсе жайлы оқуым керек. Не? Сағымдар еліне барғың келмей ме? Қане, Джон, онда өте қызықты болады. Сағымдар елде сол үшін емес пе? Бар қиындықты ұмытамыз. Я, жақсы. Қане сыңғыр, тозаңды шаш. Ал, сағымдар еліне аттана. Онда жолым болатын шығар. Жақындап қалды. Синтияның дайындаған тосын сыйы бар. Ай, таңертең не тапқанымызға қараңдар. Мынау ғажап отшашулар. Мына доптар расымен де ғажап. Өсімдіктер де жеміс секілді өседі. Ал аспанға лақтырғанда олар өзгеріп от шашу болады. Не құрылым жоғары лақтырсаң, от шашуда үлкен болады. Біз жарыс өткізбекшіміз. Бізбен ойнайсыңдар ма? Топқа бөлінейік. Иә, әлбетте. Иә. Питерді таңдаймыз. Өте жақсы, сен мықтыны таңдадың. Уэндиді таңдаймыз. Майклды таңдаймыз. Жеңетінімізге сенеміз. Міне тағы да. Жақсы, Джонды таңдаймыз. Хей, сыңғыр, төрешсің, жарай ма? Жақсы. Қандай тәртіппен ойнайтындарыңды шешуге 30 секунд бар. Әттеген, ай. Иә, Содан келейді. Бұл аралда еш қазына жоқ. Иә, бос уәдеге әбден тойдым. Бұлай шыдап жүре алмаймыз. Бір амалын жасауымыз керек. Капитанды оятатын болдыңдар ғой. Иә, бар болмен сөйлесейік. Тым кеш, Смит. Баянда. Енді, капитан, қалай қарсы тұрам? Бөлінгелі тұрмыз. Топ бүлік шығармақшы. Бір амалын жасауға тиіспіз. Қазір бүлікті тоқтатудың оп-оңай екенін көресің. Түртіп алғаның дұрыс. Қымбатты достарым, бәріміз бір қайықта тұрамыз. Өздеріңіз біле. Бұлай жалғасуына жол бермейміз. Иә, егер бұлай жалғаса берсе, мұнда аршитын бірде-бір картоп қалмас. Аршитын картоп қалмады ма не? Қуаныштымын. Біраз қазына табуға тиіспіз. Мына аралдан қазына іздегенімізге көп болды. Бірақ қазына түгілі белгісінде таппадық. Не деп тұрсың, капитан? Үлкен аралда бірде-бір қазына жоқ деген келе. Жоқ, негізінен айтпағым бұл емес еді. Ары қарай жаса берейін бе, капитан? Қазына жоқ па? Бізді алдадың ғой.
Жоқ, капитанның айтқысы келгені бұл емес. Қазына табуға тиіспіз. Тілек ағашын тағы бір рет қолданып көрсек қайтеді. Тілек ағашы ма? Қалжыңдамаған боларсың, Смей. Тілектердің артында қорқынышы болжап болмайтын зардаптары көп болады. Иә, бірақ басқа амалымыз жоқ секілді. Солай ма, капитан? Соңынан таңдалудан әбден шаршадым. Оларға Джон Дарлиннің өте мықты екенін көрсетемін. Тілек ағашы осында екен ғой. Оның зардаптарына бас қатырып қайтем. Ақылымның орнына бұлшық етімнің күшті болуын тілеймін. Ештеңе өзгермеді. Жамбасымен құладым. Бұл өзі қызық болды. Джонның бұлшық еті мықты. Джонның бұлшық еті мықты. Әлгі тілек ағашына қашан жетеміз? Біз жақындап қалдық. Солай ғой, капитан. Мұның оңтайлы шешім екеніне күмәнім бар. Бүкіл аралды іздеп шықтық дегенім рас. Бірақ шындығында олай емес. Әлгі іздемеген біраз жерлер бар. Ол өсімдік мына жақта. Оның төбірін тексеруіміз керек. Бізді алдауға тырыспағаның жақсы болар еді. Қараңыз, капитан, анда Дарлиндердің бір отыр. Смей, менің басыма бір ой сап ете қалды. Егер баланы ұстап алсам, Питер Пенді ол үшін күн төлеуге мәжбүрлеймін. Тілек ағашына барудың қажеті жоқ. Мұныңыз деген нашар ой секілді, капитан. Неге болмасқа? Қарақшылар, ана баланы ұстаңдар. Құны алтын мен тең. Мәссаған неткен мықтымын. Бәрін ұшырдым. Айтпағым, секіртіп жібердім. Жоқ, олай емес, ештең емес. Палуанмын. Иә, балам, сен ақылды көрінесің. Айтшы, екіге екіні қоссаң қанша болады? Екіге екіні қоссаң, таптым. Әрине, екі болады. Біліп едім, капитан, Джон мықтыға айналыпты, есесіне ақмақ болып қалған. Тілек ағашын қолданғанына сенімдімін. Оның қатысы қанша, Смей мырза? Егер оны ұстай алмасам, құнды ұмытсам болады. Оған қоса тілек айтуыма да тура келеді. Егер сіздің орныңызға тілек айтуын сұрасақ қайтеді, капитан? Сонда ол қиындыққа сіз емес, ол тап болады. Сонда екіге екіні қоссаң екі болады дейсің бе? Айтпағым, балам. Иә, кешіріңіз мырза. Есептеріңізді шығара алмаймын. Негізі мені достарым күтіп қалды. Мәссаған, керемет! Ұпай Майкл тобының еншісінде. Ал енді Джон мен Питердің кезегі. Жеңімпаздарға жол беріңдер. Джон қайда? Ұмыт оны, Питер. Бір жерде көңілсіз жүрген болар. Жақсы. Онда көк топ Джонның орнына мықты ойыншыларыңды шығарыңдар. Уэнди! Жеңілуге дайынсың ба, Питер? Жолың болды, сүріндім. Капитан, маған бір ой келді. Ойын ойнасақ қайтеді? Иә, кімді бірінші таңдасам екен? Мені бірінші таңда. Ойың тамаша екен, балам. Ереже болай, бүк түссе жеңесің, шік түссе жеңілеміз. Жақсы. Шік түсті, жеңілді. Өте өкінішті. Иә, солай. Бірақ біз жеңілгенімізбен есесіне сен жеңдің ғой. Рас па? Жеңдім! Алақай, жеңдім! Ой, алдады ол. Не шық деген олай болды.
болдың. Жеңдім бе? Бірақ мен не жеңдім? Сен капитанның орнына тілек айту мүмкіндігін жеңіп алдың. Жүр кеттік, тілек ағашына бірге барамыз. Бәрекелді Смей мырза, таң қалып тұрмын. Қалай сөйлеуді жақсы біледі екенсің. Бұл мен үшін қиын емес қой, капитан. Себебі дағаммен сөйлесіп жаттығып қалғанмын. Сонымен, айтпағым күшті балақай. Мен ұстаған заттың бәрі алтынға айналғанын қалаймын, ұқтың ба? Қалауым, капитан, ұстаған кез келген зат алтынға айналса екен. Рахмет, Джон. Қазір достарыңа бара берсең болады. Мақұл, сау болыңдар. Смей мырза, мұны көрдің бе? Іске асты. Алтын! 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 Бері жақындаңдар, қарақшыларым. Өздеріңді бір құшақтап алайыншы. Капитан өзгерген секілді. Ол мейірімді. Капитан, әдеттегідей емес секілдісіз, апырай. Кенеттен өзгерген сияқтысыз. Бұл тілектің салдары. Джон келіп тілекті жою қажет. Егер тілекті жоюға тырыссаңдар, барлығыңды мүсінге айналдырып, көңілді Роджерді безендіріп қоямын. Мен тірі тұрғанда ешкім тілекті жою үшін тілек ағашына жақындай алмайды. Дайынсың ба? Мұны сен лақтырдың ба? Жоқ. Ол мен ғой. Джонның добы өте биік лақтырылды, солай ма? Джон, сен қайда болдың? Есімде жоқ, білмеймін. Бірақ, есесіне қазір өте күштімін. Мәссаған, мұны қалай жасадың? Білмеймін. Бірақ бұл көргендерің түк емес. Бұл шығеттерім және мен. Көп затты көтер алам. Қазір өте күштімін. Тіпті мынаның да қажеті жоқ. Көзілдіргім. Джон өте күшті, есесіне өте ақылсыз. Тілек ағашына барғанына сенімдімін. Міне, ала ғой, Джон. Қарақшылар! Біз шайқасу үшін емес, балалар, көмек сұрағалы келдік. Капитанымыз естен алжасқан секілді. Ол бізді кәдімгідей құшақтағысы келді. Жә, сабыр етіңдер. Түк түсінсек бұйырмасын. Негізінен айтпағым, капитан өзінің орнына Джонға тілек ағашына тілек айтқызған еді. Қазір ол ұстаған кез келген нәрсе алтынға айналады. Бар болғаны осы ма? Бұл түкті емес қой. Джон тілек ағашына барып тілекті қайта жоя алады. Сонымен бәрі бітеді. Негізінен ойлағаныңдай оңай болмас. Себебі капитан ағашты ештеңеден тайынбай қорғамақшы. Алтынға айналдыру қасиетін жеңу мүмкін емес секілді. Смей мырза, мені жете бағаламайтын көрінесіз. Сонымен қатар Джон біздің жанымызда. Қазір мен біле білсеңдер, қайсар Джон. Ендеше кеттік. Сыңғар. Ал сендер қарақшылар бұл жағдайды пайдаланып бізге айла қолданып жүрмеңдер. Абыржыма, Питер, оларға бас көз боламыз. Иә. Тездетейік, қармақ қол ағашты алтынға айналдырмай тұрып, сонда жетуіміз керек. Неге? Өйткені алтынға айналдырса, тілекті кері қайтара алмаймыз. Ақылды мен бе әлде ол ма? Бұл ағаш менікі, тұтасымен менікі. Оған ешкім жақындай алмайды. Күліп жатқан кім? Дұрыс, мен екенмін ғой. Сәлем қармақ қол. Не болды? Питер Пен, келген жеріңе кері қайт. Әйтпесе мүсінге айналдырып жіберем. Ұстай алмайсың, кәне? Көрерміз. Жоқ сен. Ағашымнан аулақ жүр. Бері кел. Сені алтын көр тышқанға айналдырамын.
бармақ қол саусағыңның ұшын тигізуші болма. Кәне, Джон, тездет, тілегіңді жой. Эй, Питер, оны көрдің бе? Оған ағашты алтынға айналдыру ойына кірмепті. А? Жоқ! Ешкім де мені тоқтата алмайды. Сағымдар елін түгел алтынға айналдырамын. Сыңғыр, қалғандарына ескерт. Джон екеуміз соңынан қуамыз. Мақұл. Әттеген ай, сағымдар елі алтынға айналама. Сонда Джон мәңгі зерексіз боп қалама? Неткен сұмдық. Менмен бірге жүріңдер. Сыңғыр, Джон мен Питерге көмектесу үшін қарақшыларды алып кет. Қане, тездетейік. Дегенің болсын. Қане, бір-біріңнің қолдарыңнан ұстаңдар. Бәрін түсіндірем. Енді тым кеш, Питер. Бүкіл аралды алтынға айналдыратын болам. Бармақ қол. Қосымша көмек қолы келе жатыр. Пайдасыз. Жалқау қарақшылар. Дұшпанымен бірігіп алдыңдар. Сатқындық үшін жауап бересіңдер әлі. Маған ешқашан зиян тигізе алмайсыңдар. Маған көмектесіңдер. Мені тоқтатуға біраз күш жұмсайтын боласыңдар. Джон, менімен бірге тар. Тартума қиын емес. Қолыммен ұстағанымды қалайсыңдар ма? Не бүлдірдім? Мүмкін емес. Сену қиын. Питер. Көмектесейін бе? Менен қаша алмайсыңдар. Питер, ұлы бұлақ суы тілек ағашын қалпына келтіре ала ма? Табылған ақыл, бірақ ұмытпа. Балдар диванның көңілін аулау үшін жарықты қолдануға тиістіңдер. Мақұл. Бәрі бітті, Уэнди. Қане, дереу кетейік. Қашыңдар көртішқандар. Питер Пенді жеңгені бұлай тұрсын. Сонымен қатар, жақында алтын патшалық құратын боламыз. Біз қайда бара жатырмыз? Ұлы бұлақ көзіне бәрін түсіндірем. Кеттік. Жасаған! Бұл алып қой! Мына құбыжықтың ішіне түспес үшін жоспар құруға тиіспіз. Питер оның көңілін ауларда жарықты қолдануымызды өтінді. Сеніңше мұнау жарай ма? Әдемі от шашулар! Ей, оны бізден ұрлап алдың ба? Қажет болар деп ойладым. Джон, мұны сен өз қолың ал. Біртіндеп лақтырып тұрсаң болды. Ей, құбыжық, мұндамын. Міне саған, міне. Мынаны толтырайық. Джонның от шашуын ұнатасың ғой, солай ма? Иә, қатты соққыма, мұны мен әлі біткен жоқ. Жоқ, таусылып қалды. Балдар сила ашуға бұлыққа секілді. Сыңғыр, тұзаңды шаш. Кешір, бәрін бірден лақтырыппын ғой. Абыржымаңдар. Ең бастысы, ұлы бұлақ көзінен біраз су алдық. Қане, ендеше байқап көрейік. Іске асты. Джон, сенің кезегің. Тілегіңді жоюға тиіссің. Есіңе сақтап алған боларсың.
Тапқыр Джон керек болып қалар деп айтар сөзін қағазға жазып алды. Күшімнің орнына ақылымның қайта оралуын қалаймын. Иә, қалайсың? Қалпыңа келдің бе? Қармақ қолдың маған тілек айтқызғаны есімде десем қалай? Иә! Қармақ қол капитанның алтынға айналдырғандарының бәрі қайта қалпына келсін. Не болып жатыр? Мүмкін емес. Алтыным, алтыным. Іске аспай қалды алтыным. Қармақ қол, егер қаласаң, мұныңа өкінетіндей етіп жазалайын, әлде бұл құқықты өз достарыңа берейін бе? Тоқтаңдар, достар. Ашуланбаңдар. Бәрін түсіндірем. Қолым сендерді жақсы көрем. Жоқ, жоқ. Қытықтамаңдар. Ұнатпаймын. Жоқ, жоқ. Мәссаған! Джон, бұрылғын керемет. Топтарды өте биікке лақтырады екен. Бұны Синтияның көмегімен жасадым. Бұл сайыстың жеңімпазы Джон екенін айтайын. Білесіңдер ме, достар? Ойланып, ақылдың күштен жаман еместігін ұқтым. Бәтеңкем қайда? Мұнда екен. Сен футболға бармақпысың? Иә, мықты болмай ойнаудың бір жолын таптым. Мен 4-ші болам. Міне ғажап. Иә. Кейде ақылды болғанда жақсы. Фильмді ағылшын